2020 жылдың шілде айына арналған жұлдыз жорамалы. Тоқтыларға шілдеде ойланбастан қиын істі бастап, ынталанып және әдеттегідей бәрін өзінше жасауға болады. Бірақ кейде жағдай сізден күшті болуы мүмкін. Сондықтан осы кезеңде стресс алуыңыз ықтимал. Әсіресе отбасында шілде айында қарым-қатынас қиын болуы мүмкін. Ал түңілуден аулақ болу үшін басқалардың уәделеріне шамадан тыс сенудің қажеті жоқ. Торпақ. Шілде айында торпақтар тұрақты қозғалыста болуы мүмкін. Әртүрлі өзгерістерге ұмтылады. Бұл ретте өз мақсаттары мен ниеттерін жарияламауды қалайды. Осы кезеңде сіз өз беделіңізді нығайтып, табысқа жету үшін пайдалы ақпарат ала аласыз. Айналадағыларыңыздың идеяларына құлақ түре біліңіз. Егіздер. Осы кезеңде романтика егіздердің өмірінің ажырамас бөлігі болуы мүмкін. Өзіне басқалардың назарын аудару ниеті артады. Бірақ бірінші кезекте қаржы мәселелері, жаңа бастамаларға ұмтылу, табыс және әл-ауқатты жақсарту мүмкіндіктері шығатыны сөзсіз. Егер алдыңғы айда аяқталмаған іс болса, қазір оларға оралу үшін ең қолайлы уақыт. Шілденің басты драйверлері белсенділік пен батылдық туралы есте сақтаңыз. Шаян. Осы айда шаяндар өмірлік күш пен энергияның толуын сезіну керек. Жаңа таныстық және қарым-қатынас тақырыптары белең алмақ. Сондай-ақ сыйлықтарды аз болмайды. Шығармашылық және интеллектуалды белсенділік күшейтіледі. Кездесулер немесе жақын сапарлар болуы мүмкін. Алайда өмірлік мән-жайлар сіздің жоспарларыңызға түзетулер енгізіп, жаңа әрекет етуге мәжбүр етеді. Жалпы бұл кезең шаяндардың кез келген өмір саласындағы белсенділігі үшін қолайлы. Арыстан. Шілде айында арыстандардың іс-әрекеттерін авантюралық және тіпті ессіз деп атауға болады. Бірақ бұл өзіне деген сенімділік әлеуметтік табысқа әкеледі. Қоршаған адамдар осы кезеңде сіздің таланттарыңыз бен жеке қасиеттеріңізді толық бағалай алады. Бірақ мұндай белсенділік өмірлік күштің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан демалыс туралы ұмытпау керек. Сонымен қатар айдың екінші жартысы арыстандардың энтузиазмының нағыз оянатын кезі. Бикеш. Бұл ай қоғамдық іс-шаралар, достарыңызбен, ұжыммен кездесулер кезеңі. Онда жоспарлар талқыланатын болады. Содан кейін сіз бұған дайынсыз ба, жоқ па, оған қарамастан өзгеріс болатыны сөзсіз. Қоршаған ортамен көзқарастардың айырмашылығына байланысты келіспеушіліктер болуы мүмкін. Сондықтан мәселені мұқият шешпесе, даулы жағдайлар да туындауы мүмкін. Таразы. Осы айда таразылар үшін мансап пен әлеуметтік мәртебе мәселелері өзекті болады. Сіздің адалдығыңыз бен тұтастығыңыз басқаларға әсер етеді. Қарым-қатынаста өзін мақтан тұтудың себептері де болады. Сыртқы жағдайлар сізді ниетіңізге тікелей қарсы шешім қабылдауға мәжбүр етуі мүмкін. Ол шешімнің салдарынан сіз өзіңізді жайсыз сезінуіңіз ықтимал. Саршаян. Саршаяндарда өз бірегейлігін сезінуден басқа жаңа мүдделер, көзқарастар пайда болуы ықтимал. Шетелден келген адамдармен байланыс туындайды. Ал жұмыста сіздің іс-әрекеттеріңізге байланысты өзгерістер болады. Олардың нәтижесі шиеленісті де, жайлы да болуы мүмкін. Бірақ жағдай саршаяндардың пайдасына болмаса да, олардың өмірлік күші жағдайды жақсартуға көмектеседі. Бұл қаржылық істерге де қатысты. Мерген. Мергендер шілде айында өз идеялары мен сезімдерінен үлкен қуаныш сезінетін болады. Бұл ретте сәттілік айналадағылардың қарым-қатынасына байланысты жағдайлардан аулақ болу керек. Өзіңізге көп көңіл бөлуді талап ете отырып, серіктестік және жеке қарым-қатынастардағы жағдайды нашарлатып алуыңыз мүмкін. Сондай-ақ осы кезеңде қарыздар, төлемдер немесе жақындарыңыздың қаржылық мәселелеріне тап болуыңыз мүмкін. Тауешкі. Осы айда тауешкілер өмірінде іскерлік және жеке серіктестік қарым-қатынастар өзекті мәселелер болады. Сіз ынтымақтастыққа күшіңізді бағыттап, мән-жайларды үйлестіру және өзара түсіністікке келу ниеті күшейеді. Өмірлік жағдайлар жаңа ережелер тудырады. Сондықтан сіз үйренгеннен басқа жолмен әрекет етуіңіз керек. Туындаған жағдайларды ескере отырып, жоспарларды түзету мүмкін. Су қойғыш.
су құйғыштарда көптеген жоспарланбаған жауапкершілікті талап ететін ағымдағы істер пайда болуы мүмкін. Нақтыланған әрекеттер сіз ұзақ уақыт бойы ұмтылған нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл үшін бәрі сәтті болады. Шілде айында сіздің ойыңыз негізінен жұмыс пен денсаулыққа байланысты болады. Кезең шығармашылық шабыттандырумен, достық кездесулермен сүйемелденуі мүмкін. Ал сіздің көмегіңіз жақындарының біріне қажет болады. Балықтар. Шілде айында балықтар үшін жағдайлар өте сәтті болуы керек. Бұл ай романтикалық кездесулер, шығармашылық шабыт сыйлауға уәде етеді. Балалармен байланысты мәселелерді шешуге тура келуі мүмкін. Қаржы саласына нақты бағытталған іс-әрекеттер сіз ұзақ уақыт бойы ұмтылғаныңызға қол жетуге мүмкіндік береді. Ата-аналар немесе отбасы мүшелері тарапынан эмоциялық және материалдық қолдау болады.